Міне тыныш бейбіт өмір. Себебі Америкада адамдар бәріне сенімді, кім еңбек істейді, сол еңбек жарай оның тиісті өмірі болады. Адамдар біреуінің жеткен жетістігіне қызғану деген ұғымды жоя бастаған. Пенде болғаннан абсолютті болады. Мен бұларды мінсіз, пендешілік қызғаныштан, адам пендесінде болатын бір күншіл міншіліктен ада деп айтпаймын. Бірақ бұл жерде әрбір адам нәтижеге жетуді коммунистік елдердегі сияқты пара, мара, таныстық, білістік, жеңушінен жалғасу, көз құсты бармақ басты болып жету деген ұғымды жойған. Себебі билік үкіметтің қолында ештеңе жоқ. Үкімет ештеңені шешпейді. Үкімет ең әлсіз үкімет, ең бай халық. Ең әлсіз үкімет, ең қуатты халық. Ал халық өзінің бүкіл жағдайын өзі жасайды. Себебі байлықтың бәрі бақылауда, үкіметтегі біреу байлықты аптеп басып алайын десе, жеп алайын десе де жоқ. Немесе бір ғимаратты біздегі сияқты аптеп жұлып алайын десе, бір заводты басып алайын десе жоқ. Барлығы жеке меншіктендірілген, барлығы бақылауда, қоғамдың бүкіл байлығы халықтың бақылауында. Бұл жерде әділетсіз, ондай бірін-бір аптеп алады. Бір компанияны жұтып алады. Мысалы, Twitter'дің акциясының басым бөлігін Илон Маск сатып алды да, енді Twitter'дің қожайыны болды. Бірақ ол үшін ешқандай бір коммунист ба, бір жоғары лауазымды тұлғама, оған сен айтесің, бүйтесің деп килігіп анау-мынау жасай алмайды. Себебі ол өзінің ақшасы. 44 миллиард па 45 миллиард берді дала қойды. Міне қоғамдағы психология қалай. Сондықтан мына батыстықтарға сен өзіңнің бір жетістігіңді, нәтижеңді айтқанда қалай керемет жасағансың, сен не деген жақсы жасағансың, мына жерінде сен керемет ойлапсың деп олар мадақтау айтып, ақылдасады. Менде де мынандай бір нәрсе істегім келеді, бірақ мен соны қалай істесем деп әлі пісіре алмай жүрмін деген сияқты әңгімені айтады. Ал бізде көлік алдым десең, айналаңдағылардың қабағы түсіп кетеді. Үй алдым десең, жора жолдас құрбы-құрдастарың кәдімгідей көз алдыңда отырып күрсініп жібереді. Неге? Оның бәрін адамдарға қол жетпес сұмдық қылып қойған. Көлік алу, үй алу, жаңағы шетелге шығу, шетелден үй алу, шетелде бала шағаны оқыту, бәрін қиындатып тастаған. Ол тек мың сан машақатпен, ал батыста оның бәрі оңай. Сен қалайсың ба, жылдар бойы шетелде өмір сүр. Жылдар бойы өмір сүр. Жылдар бойы Еуропаны қыдыр, мемлекетке қайтпа, паспортың біткесе. Міне, ана арзан мемлекеттерге барып, өзіңнің азғантай ақшаңды, жұмыс істеп жиған ақшаңды біраз жиясың да, ана арзан мемлекеттер болады. Мысалы, Латын Америка арзаншылық енді өз жерде, бәрі арзан. Мына оңтүстік тропикалық елдер арзаншылық, баяғыда оңтүстік тропикалық елдерде бір аралдарға барып жаттық. Енді тамағы бәрі арзан. Біздің өзіміз сол жерде бір жыл жатқымыз кеп кетті ғой, ана жәннат сияқты көк-бөңбек теңіз, ана балықтарды көзбен бүйтіп көресің ғой ішінде жүріп. Кәдімгі. Енді сондай жерде жүріп біздің өзіміз сол жерден кеткіміз келмей қалған баяғыда. Ода жүре бер дейді. Сондықтан мынау қоғамдық психологияда осы жоқшылықтың өзі біздің ұлтымыздың психологиясын құртып жіберді ма? Осы социалистік, коммунистік жүйенің өзі біздің ұлтымызды осындай бір күншіл, міншіл, жікшіл, барлық нәрсеге оңай жетуге қарай қызығатын, бір-біріне деген махаббаты аздау, біріне бірі рахымы, мейірім аздау, жақсылық аздау, өлгелі жатыр маузыма бір тамшы су тамыз десең, жаңағы ана қолың жетіп қаладау деп сенің қолың жететін жерде тұрған бір көзе су болса, соны анау жақтан 10 километрден бір қазақ жүгіріп кеп, ана бір көзе суды көзесімен қосып шағып төгіп кетеді. Неге? Мынаның қолы жетіп қап, мынау тірлік кетем екен деп. Өлгелі жатсаң су тамызбайды аузыңа. Біз неге осыншама рақымсыз, осыншама мейірімсіз, осыншама күншіл, міншіл, осыншама арсыз, екі беткей сатқын болдық? Қоғамдық социология, қоғамдық психология, тұтас қоғам. Ол тұтас қоғам неге осыған бара жатыр? Қоғам деген не? Тұтас қазақ деген не? Ол 100 мыңдаған Серікжан, 100 мыңдаған сіз, 100 мыңдаған сіздің туысқаныңыз, 100 мыңдаған сіздің құда жекжат нағашы
бауырыңыз, 100 мыңдаған қарындас бөлеңіз. Міне, қоғам деген осыдан тұрады. Әрбірден кейін сұрасақ, бүкіл Қазақстанның жер-жерінде менің туысым бар. Бүкіл Қазақстанның жер-жерінде. Құдамның құдасының құдасы болып жалғаса береміз. Құдамның жаңа нағашысының жиенінің бәлені болып. Кез келген қазақ. Оны баяғыда сынақтан өткіздік те. Ал осы тұтас қоғамның рухани жан дүниесінің тазалығын жақсарту үшін адамдардың рухани жан дүниесінің тазалығын жақсарту керек деп ойлаймын. Ол үшін тұтас қоғамды дұрыстау керек. Қоғамды дұрыстау үшін билікті құрту керек. Тоқаевтық, Назарбаевтық, диктаторлық мынау жүйе құрмай қазақта жақсылық болмайды. Біз қазақ деген халық нашар халық емеспіз. Бізді осындай болып, әбден арып, ашып, тозуға мына билік әкеліп отыр. Егер билігіміз дұрыс болғанда, біз билікті қазақ халқы дұрыстасақ, біз де молшылықта, жақсылықта өмір сүрсек, сосын жақсылықты дәріптесек, балаларымызды, ұрпағымызды мынау жақсы нәрсеге қарай бейімдесек, біздің де халқымыз дүниедегі ең мейірімді, ең рухани жан дүниесі сау, таза халық болып шығады. Бір атом радиациясының уы таралған жерде өскен помидор, сол жерге помидор өскен, о да атом радиациясы болады, жесең өлесің. Өте улы қорғасыны бар, басқа улы заттар бар жерде өскен жемістің құрамында сол улы заттар болады. Халық та сондай. Біздің өскен мына ортамыз, мынау коммунистік жүйе, мынау әділетсіз жүйе, мынау халықты жоқшылықпен ұстап, кәдімгі максимал, ең максимал жоқшылықта ұстап, халықты тентіретіп, биліктің қолына шексіз билікті беріп, өте қуатты билік, өте әлсіз халық қып жасап қойды. Анығында дүниеде өте әлсіз билік, өте күшті демократия, өте қуатты халық болуы керек. Ал биліктің қолында қоғамдық байлықтарды, қоғамдық ресурстарды меңгерудің мүмкіндігі жоғары болған сайын, ол билік әділетсіздікке барады. Американың билігі дымда істей алмайды. Салықтан түскен ақшаны жұмсаудан және оның әрбір тиынына есеп беруден аса алмайды. Мен тіпті осы жерде бір өте атақты қоғамдық бірлестікті білемін. Жуырда Американың жаңағы тексеру туралы бір әңгіме болып қалғанда айтады. Ол осы Американың жаңағы сол қоғамдық ұйымды беретін қаржысына жауап беру үшін, тексеруіне жауап беру үшін 3 қызметкер ұстаймыз дейді. Сонда олардың әрбір тиынды қадағалап, тексеріп, әрбір сен қайда қатты деп, соны тексеріп, зерттеп, әрбір шекті тексеріп, сондай зат алған, өтірік зат алған болып, салықтан қашып жүрме, ақшаны қымқырып жүрме, соны тексеруге жауап беру үшін 3 қызметкер алады. Ал бұндай қатаң бақылау бар елде қаржы жымқырыла ма? Парақорлық бола ма? Міне. Ал бізде Назарбаев Тоқаевтық жүйеде кім не істеп жатыр, қанша миллион қалай кетіп, триллиондар қалай шетел асып жатыр, қарапайым қазақтың сұрауға да құқы бар ма? Жоқ. Енді содан барып ойлай берейік. Қалың елім қазағым, рухани амандық, рухани жан дүниенің саулығы деген әңгімеден барып, қоғамдық тұтас оңалу мәселесін айтып кеттік. Лекциямыздың жалғасын тағы жалғастырамыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка құрама штаттары, Тексас штаты, Даллас қаласы, майдың 16-сы, кешкі сағат 8-ге 3 минут қалды. Аман сау болыңыздар.